Ассалаумағалейкумдер, армысыңдар. Мана шығарған видеома дополнение жасап кетейін дедім. Шыңғысхан жаңа Төретам дейтін жерде Қызылордада жатыр деген. Қызылордада Қорқыт дейтін бабамыз жатыр. Еркіндігін іздеген. Сол Қорқыт айналып келіп жердің желмаясымен. Сол неге Қызылордада жерленеді. Ол Қорқыт енді қазір қазақтікі деп төп басып айтылмайды шығар. Бүкіл түркі тілдестердің ішінде түркімені бар, Әзербайжаны бар. Солардың бәрінің біздікі деген үлестері, нелері бар, претензиялары. Ол тек жалғыз қазақтікі емес дегендей. Қобыз шығарған адам деп айтады ең бірінші. Сол бүкіл қобыздың бақсылық нелердің бәрі неден басталады? Қорқыттан басталады дейді. 7-ші ғасырда ма, 9-ші ғасырда ма тұрған адам. Сол енді еркіндігі Қызылорда дегенге келгенде, қазіргі заманда сол Қызылордадан жер орбитасына ракеталар шығады. Сол действительно жердің кіндігі болып тұр. Ондай жерлер жер бетінде 2-3 ақ жер бар, ыңғайлы. Ең қолайлысы бірақ Байқоңыр болып саналады. Сол себептен Қорқыт бабамыз жер кіндігі қай жерде екенін білген. Одан қалды бүкіл потряситель вселенной, собиратель земель, настоящий держатель акций народа Шыңғысхан. Енді солай аударып тұрмын мен. Олай болмауды енді дословно олай келмейді де шығар. Сол кісіде Евразияның бүкіл бәрін бағындырып, Евразиядан қалғаны тіпті оның ұрпақтары үшін Европаға дейін жетіп, біраз жерді потряситель вселенной деп те айтады. Сол потряситель вселенной жер кіндігінде өзін қойсын деген ойы болған шығар. Шыңғысхан осы Китаймен соғысы қойып баратқанда ма қайтып қалып, 70 жасында ма білмеймін. Я по памяти говорю, так что можете отнестись с пониманием. А то некоторые буквоеды могут прицепить к каждой фразе, каждому слову. Сол қайтып қалады, менің соғыс біткенше менің қайтқанымды ешкімге айтпа деп сондай не береді. Сол өзін қайтатынын біліп тұрған адам қай жерге қоятынын айтып кеткен шығар. Ол айтып отқан себебім қазір алаша дейтін не дейді жаңағы орысша мавзолей бар. Сол мавзолейді қазіргі мен сияқты біреулер өзінің ойларыменен соны Шыңғысханның могилінігі деп айтып атқандар бар. Доказательный бірдемелерді айтып атыр. Но все это версия. У меня тоже версия. Я не говорю, что это все академические знания, академический подход. Куда нам до этого? Сондықтан осымен бара-бара орысша сөйлеп кетем-ау. Себебі лайк қоюдан қалдыңдар. Лайкты сұрамайын деп едім мен. А я говорю, чтобы были просмотры. Но это не суть. Так что, қарақтарым солай. Бұл жаңағы алдында айтып кеткен ойымды қосқаным. Бұлданған ештеңем жоқ. Ал сау саламат болыңдар.